Грейс бай қайын жұртының қолынан өлім аузынан әрең құтылып, олардың сәнді сарайының, Домхис отбасының баспалдақтарына отырады. Сарай өртеніп жатыр. Көп ұзамай полиция мен дәрігерлер келеді, оған сұрақ қоя бастайды, бірақ Грейс үрейленіп есінен танып қалады. Дәрігерлер оны дереу алып кетеді. Жедел жәрдем көлігінде Грейс енді жауап бермей қалады. Дәрігерлер жүрек-өкпе реанимациясын жүріп бастайды. Сол кезде Грейс көз алдына болған оқиғалардың бәрін елестетеді. Үйлену тойынан кейінгі түні Домхис отбасының анасы онымен жасырынбақ ойынын ойнайды. Шын мәнінде олар оны аң аулап көне рәсім үшін пайдаланбақ болады. Грейс таң атқанша тірі қалғандықтан бүкіл отбасы жарылып өледі. Дәрігерлердің көп күш салуының арқасында Грейс ақыры есін жиып оянады. Кейін Грейс аурухана төсегіне қолдары кісенделіп жатқанын көреді. Детектив Бассет оған хабарлайды. Ол кісі өлтіру және өрт қою ісі бойынша күдікті. Үйден 2 мәйіт табылған, оның үйлену көйлегінде және Херст автокөлік үстінде қан іздері бар. Сол сәтте Грейстің әпкесі Фейт келеді. Олар 7 жыл бойы сөйлеспеген, бірақ Фейт әлі күнге дейін Грейстің шұғыл байланыс тұлғасы болып тұр. Бассет әпкелерге бірнеше минут уақыт береді, содан кейін Грейсті полиция бөлімшесіне апару керек дейді. Бассет кетісімен әпкелер араларындағы қарым-қатынас туралы дауласа бастайды. Грейс Фейттің Нью-Йоркке оған жақын жерде тұрғанына қарамастан ешқашан хабарласпағанына өте ренжиді. Фейт Грейс өзі үлкен әпке болғым келмейді деп айқын білдіргенін еске салады. Ол не болғанын білгісі келеді, бірақ Грейс оған сенбейді деп ойлайды. Фейт кетуге ыңғайланып тұрғанда Грейс бәрін айтып береді. Қайын жұрты оны пышақтағанын, тіпті өзінің күйеуінің елесін көргенінде. Сол кезде миллионер Честер соғыс туралы хабарды көріп отырып, телефон шалып, атысты тоқтатуға рұқсат береді. Бірнеше секундтан кейін тілші соғыс аяқталды деп хабарлайды. Дәл сол сәтте оның адвокаты келіп, Домхис отбасының бәрі өлгенін, тек келін тірі қалғанын айтады. Честер қызметшісіне балаларын табуды бұйырады да, сол сатанистік ұйымға мүше басқа отбасыларға хат жібереді. Билік тағы босады. Қытайда Чан Синг дереу адвокаттарын шақырады. Испанияда Игнасио көмекшісін құшақтап қуанады. Нью-Джерсиде Билл заңды қант жеп тойлайды. Англияда Радж інісі Майдуды клубтан тауып, екеуі де тойлайды. Бірнеше минуттан кейін егіздер Урсула мен Титус әкесі Честерге келеді. Олар билік тағы бірден өздеріне тиесілі деп ойлайды, бірақ Честер ережелерге қайшы дейді. Титус байыпсыз сөйлей бастағанда Ричард оны ұрып, ербол дейді. Содан соң шебер сақинасын көрсетіп, оны отбасына қайтару керектігін айтады. Урсула уәде берген соң Честер оларға жастық ұсынады. Егіздер жастықты әкесінің бетіне басып, оны өлтіреді. Ауруханада Бассет Грейсті қолын кісендеп, бөлімшеге алып кетіп бара жатқанда Билл кенеттен пайда болып, Бассеттің мойнына пышақ лақтырады. Билл екінші пышақты алып, Грейске шабуыл жасайды. Грейс пен Фейт қашады, бірақ тұйыққа тіреледі. Олар қайтып, қабылдау бөлімінің артына жасырынады. Билл іздеп жүреді. Қыздар басқа бөлмеге тығылады, Билл өткен соң шығады. Олар қайтадан Бассеттің денесіне оралады. Грейс оның пистолетін алады. Қыздар кетуге ыңғайланғанда Билл жолдарын бөгейді. Грейс атып көреді, Билл оның қолын қағып түсіріп ұрып жығады. Ол Грейсті пышақтауға дайындалып тұрғанда денесі қанға толып, жарылып өледі. Фейт үрейленеді. Грейс Бассеттің денесінен кілт алып, қолын босатады. Ол дәлел заттар салынған пакеттен қанға боялған үйлену көйлегін алып киеді. Қыздар лифтке қарай жүгіреді, бірақ адвокат пайда болып, газ гранатасын лақтырады. Ол Биллдің Грейсті ойын басталмай тұрып өлтіруге әрекеттенген үшін жарылып өлгенін түсіндіреді, бұл ережеге қайшы. Сол уақытта егіздер отбасылық курортқа келеді. Урсула газ ағып жатыр деген сылтаумен бір тойды тоқтатады. Қалыңдық шулағанда Титус оны балағаттап, бәрін сыпайылықсыз қуып шығады. Динамиктен қалған қонақтарға да кету керектігі туралы хабарланады. Егіздер немере ағасы Китке кездеседі. Көп ұзамай олар кеңестің қалған мүшелерін қарсы алады. Кеңес 1963 жылдан бері жиналмаған еді. Игнасио ұлы Филиппи мен Чан Синг тегін жүретін ұлы Чунг Пу мен Радж мен Майду әйелі Мартинамен келеді. Тікұшақ Грейс пен Фейтті және адвокатта келеді. Грейс пен Фейт аузындары бітелген, орындықтарға байланған. Адвокат үлкен кітап әкеліп, өзі ұйымның жалғыз адвокаты екенін, ұйымды 6 отбасының басшыларынан құралған кеңес басқаратынын түсіндіреді. Грейс жеңгендіктен Домхис отбасы жарылып өлді, Биллдің отбасы ережені бұзғаны үшін жарылып өлді. Сондықтан билік тағы босады. Грейс ойын жеңгендіктен сирек кездесетін қосымша ереже бойынша жоғары орынға таласуға құқылы.
Грейстің аузын ашқанда адвокат неге отбасым жоқ деп өтірік айтқанын сұрайды. Грейс орындықты алғысы келмейтінін айтады. Бірақ адвокат кеңес бүкіл әлемді басқарады деп, оны қатысуға мәжбүрлейді. Енді ол 4 отбасының басшыларымен қайта жасырынбақ ойнайды. Егер оны біреу өлтірсе, орын сол адамға өтеді. Грейс таң атқанша тірі қалса, жеңеді. Грейс бас тартқысы келгенде олар Фейтті өлтіреміз деп қорқытады. Грейс келіседі. Фейттің аузында бітейді. Ол 7 жыл көріспеген әпкемді неге тартып жатырсыңдар деп шулайды. Сол кезде Игнасионың қызы Франческа кіріп келеді. Ол Грейстің күйеуімен құда болғалы жүргенін айтып, жарқын сақинасын сұрайды. Грейс оны күйеуіне лақтырып тастағанын, ол жарылып өлгенін айтады. Франческа ашуланып, Игнасио оны сүйреп шығарады. Фейт 2 инені алып 2 әпкені де ұйықтатады. Адвокат ережелерді еске салады. Тек әр отбасының басшысы ғана аң аулауға құқылы, кітапқа өз қанымен қол қою керек. Егіздер Урсула мен Титустың арасында үлкендік жоқ, екеуі де ойнайды. Олар тек ата-бабалары ұйымға кірген дәуірдегі қаруларды ғана пайдалана алады. Басшылар бір-бірін өлтіре алмайды. Егер басшы өлсе, келесі туысы ойынға қосылады. Қалған туыстар ойынды үйден бақылай алады. Әпкелер гольф алаңына түсіріледі. Ойын басталады. Көпшілік гольф көліктеріне мініп кетуге асығады, бірақ Титус барлық көліктің кілтін алып тастаған, тек өзінікін қалдырған. Игнасио оларды алдаушы деп атайды. Урсула оны ұрып, егіздер кетіп қалады. Түнде әпкелер оянады. Олардың қолдары бір-біріне кісенделген. Грейс Фейтті өзіне бөгет ету үшін қолданғанын түсінеді. Олар не істейміз деп дауласа бастайды, бірақ Чансинг жіберген дрон келіп тоқтайды. Грейс байрақ бағанасын алып, дронды қуып жүреді. Чансинг сөйлескім келеді дейді. Ол ереженің бір олқылығын айтпақ болғанда, Урсула дронды атып түсіреді. Әпкелер қашады, егіздер қуады. Урсула атып тұрғанда әпкелер қашып, үлкен қабырғаға тіреледі. Кері жүріп, Фейт Грейсті күйеуің сектант екенін білмегенсің, ақшағана қызыққансың деп келемеждейді. Грейс оны өзіңнің жігітің де финансист деп кінәлайды. Фейт оны кездестіргенде ашаршылықта жүрген актер болғанын айтады. Сол кезде Урсуланың даусын естіп, ағаштың артына жасырынады. Титус артынан шығып шабуыл жасайды. Қаруы ағашқа кіріп қалады. Ол әпкелерді қолдарынан тартып жығады, Грейсті тұншықтырмақ болады. Фейт оны итеріп жібереді. Әпкелер қолдарын созып, кісенмен Титусты ұрады. Урсула атуға ыңғайланады, бірақ олар қашып үлгереді. Урсула Титусты ұрып, әкеміздің өлімін мағынасыз етпеу үшін жеңуіміз керек дейді. Орманнан шыққан әпкелерді Игнасио көріп, снайперлік мылтық дайындайды. Оқ түсіп кетіп, ол оны салуға тырысады, кездейсоқ атып жібереді. Ол қыздарды өткізіп жібереді, бірақ жоспарын әшкерелейді. Әпкелер қашады, Игнасио оқ жаудырады. Олар үйдің жанындағы бақшаның демалыс бөлмесіне тығылады. Үйде туыстар камерадан бақылап отырады. Кейп егіздерге хабарлама жібермек болады, адвокат тоқтатады. Демалыс бөлмесінде Фейт пропан баллонын ашып, айналаны түтінге толтырады. Игнасио ештеңе көрмейді. Әпкелер қашып шыққанда, Радж семсермен шабуыл жасайды. Олар сыртқа шығып үлгереді. Игнасио кездейсоқ оқ атып, пропанды жарып жібереді. Радж есінен танып қалады. Грейстің қолына бірнеше металл сынықтары кіреді. Әпкелер қашуды жалғастырады. Біраз жүгірген соң әпкелер қызметтік есіктен үйге кіреді. Демалып отырғанда Фейт Грейстің қолынан металл сынықтарын суырып алады. Ауырсынуды басу үшін Грейсті сөйлетеді. Грейс колледжді тастап официант болып жұмыс істегенін, күйеуімен кездескенін айтады. Фейт жарақаттарды спиртпен тазалайды. Грейс тойға шақырғысы келгенін, бірақ іздей алмағанын айтады. Фейт барбадымда дейді. Есіктің даусын естіп жасырынады. Раджды көріп, басқа есіктен шығады. Ол естиді де қуады. Әпкелер дәлізбен жүгіріп техникалық бөлмеге кіреді. Ленточты араны көріп қосады да кісенді кесіп тастайды. Дауыс. Радждың орнын анықтайды. Әпкелер қашып үлгереді. Олар оны қабырғаға қысып, заттармен қорғанады. Фейт оны үтік тақтаймен ұрып жығады. Радж қайта тұрып, Фейтті ұрады. Грейс сөмкені лақтырады, ол қайтарып жібереді. Грейс еңбектеп қашады. Радж оны қуады, Фейт оны соққымен жығады. Радж кір жуғыш машинаға түсіп қалады. Әпкелер оны ішке итеріп, қайнаған сумен жуу циклін қосады. Радж тірілей күйіп өледі.
Кеңес алдында Майду истерикаға түседі. Адвокат. Радж өлген соң сен қайта ойнауға тиіссің, әйтпесе отбасың батадан айырылады дейді. Майду қорқады, әйелі Мартинаны отбасының жаңа басшысы етіп тағайындайды. Мартина қарсы болады, бірақ қол қоюға мәжбүр. Әпкелер 911-ге қоңырау шалады. Урсула телефон компаниясының иесі болғандықтан барлық қоңырауды тыңдап отырады. Ол полиция жақында келеді, негізге қақпаға барыңдар дейді. Қыздар қашады, бірақ казиноға тіреледі. Чансинг семсерін көтереді, бірақ ұрыспаймын дейді. Ол адвокат тапқан олқылықты айтады. Грейс оның ұлына үйленсе, олардың отбасы орын алады, Грейс тірі қалады. Фейт келісуді өтінеді. Грейс күдіктеніп, отбасына кіру нені білдіреді? Деп сұрайды. Чансинг сектаның барлық рәсімдеріне қатысу керек, яғни адам өлтіру дейді. Грейс бас тартады. Сол кезде Игнасио келіп оқ жаудырады. Чансинг семсерін алып, әпкелер мен Игнасионың арасына тұрады. Игнасио оқ аяқтағанда Чансинг Грейске келістеп қысым жасайды. Фейт чипсы лақтырып, Грейс Чансингті құлатады. Чансинг семсерін Игнасионың мойнына тығып жібереді. Чансинг үрейленіп семсерді суырып алады, бірақ Игнасио өледі. Чансинг жарылып, қанға боялады. Кеңес алдында Майду да жарылып өледі. Фейт семсерді алады. Әпкелер жүгіреді. Фейт неге келісуден бас тартқанын сұрайды. Грейс адам өлтіріп өмір сүргім келмейді. Бір рет тәуекел еткенімде Нью-Йоркке көшіп, әпкемді жоғалттым дейді. Фейт сен мені тастап кеттің дейді. Грейс ашуланып бүкіл шындықты айтады. Олар балалар үйінде болған. Грейс 18-ге толғанда стипендия алып, колледжге түседі. Фейт 15-те еді. Грейстен өзін қамқоршы етуін өтінеді. Грейс кішкентай қызды қалай бағам деп ойлайды. Ол оқу бітірген соң әпкесін қайтаруды жоспарлайды, бірақ Фейт кешірмейді. Дау жалғасады. Грейс балалар үйінде сен қауіпсіз болдың дейді. Фейт мені тастап кеттің дейді. Грейс ирониямен керемет өмірің үшін кешірім сұраймын дейді. Фейт жылап, мен жігітімді ойдан шығардым, Нью-Йоркте тұрмаймын, ресми қызметкермін деп мойындайды. Әпкелер бір-бірін біздің өміріміз қандай сорлы деп мазақтайды. Олар тағы 911-ге қоңырау шалады. Бұл жолы Титус жауап береді. Қақпаға барыңдар, полиция келеді дейді. Егіздер қақпаға жүгіреді. Әпкелер артынан шабуыл жасайды. Фейт Титусты семсермен ұрады, Грейс Урсуладан мылтықты тартып алады. Олар телефондағы дауысты танып қалады. Қақпаны ашқысы келеді. Титус айтпайды, балағаттайды. Фейт оны тағы ұрады. Грейс Урсуладан көмек сұрайды. Урсула інім өлсе де дейді. Титус әпкелерді бір-біріне қарсы қоюға тырысады. Сол кезде көлік келіп тоқтайды. Мартина көлікті айдап қақпаны бұзып өтіп кетеді. Фейт Титусты баспен ұрып қашады. Грейс қаш! деп айғайлайды. Урсула Грейсті ұрып, иығына үлкен шеге қадайды. Фейт Урсуланы итеріп жығады. Әпкелер егіздердің гольф көлігіне мініп қашады. Кеңес алдында Майду ойынға қосылғысы келеді, бірақ адвокат Мартина әлі тірі, ол отбасының басшысы дейді. Франческа әкесінің орнына кітапқа қол қояды. Әпкелер үйдің алдына шығады. Грейс шегені өз бетімен суырып алады. Фейт қонақтардың қалған заттарынан бұрыш спрей мен дәрі табады. Грейс қашып кете алатын едің ғой деп ұрсады. Фейт тағы тастап кеттің дейді. Грейс сол кезде дұрыс істедім дейді. Фейт ренжіп кетіп қалады. Грейс шарап ішіп, дәрі ішіп жылайды. Ол әпкесінің соңынан барады. Франческа ракеткалық жүйемен шабуыл жасайды, бірақ дұрыс ұстамай, өз бөлмесінде жарылады. Ол қолмен шабуылдайды. Грейс бұрыш спрейін шашады. Франческа оны қайтарып шашады. Екеуі де уақытша соқыр болады. Олар соққылары ауада қалады. Грейс торттың үстіңгі бөлігін алып, адам өлшемді суретке шаншады. Бірнеше рет соқтығысқан соң Грейс су тауып көзін жуады. Франческа оны құлатып ұрады. Грейс микрофон тірегін алмастан бұрын құлатып, пернетақтаны бетіне ұрады. Фейт Титустың соққысынан құлап түседі. Титус оның қолын басып, Грейс туралы сұрайды. Фейт кетіп қалды дейді. Титус сенбей, баспен ұрады. Фейт оны шапалақпен ұрады. Титус оны лақтырып теуіп, сен тек әпкеңді баяулатуға ғана жарадың дейді. Фейт оның төменгі жағына соққы беріп қашады. Титус қуады. Урсула Фейт ойынға қатыспайды деп тоқтатқысы келеді. Титус оны да ұрады. Урсула Грейсті осы арқылы ұстаймыз дейді.
Қақпада Грейс әпкесіне динамик арқылы Фейтті ұстадық, оралмасаң 10 минутта өлтіреміз дейді. Фейт менсіз кет деп айғайлайды. Грейс күзетші бөлмесіндегі мылтықты сындырып алады. Ол үйге оралғанда Франческа күтіп тұрады. Грейс 2 оқпен оны өлтіреді. Филипп әкесінің орнына кітапқа қол қояды. Грейс үйді іздеп Майдуды табады. Ол ойнамаймын деп қашады. Грейс кеңес есігін атып Фейт қайда деп айғайлайды. Филипп 2 мылтықпен келіп оқ жаудырады. Грейс ас үйге тығылады, оғы бітеді. Тоңазытқышқа жасырынады. Титус Фейттің бетін терезеге соғып, өзініңді өлтіремін дейді. Грейс мен сенімен үйленемін деп ұсыныс жасайды. Адвокат олқылықтың дұрыс екенін растайды. Титус келіседі. Грейс шығып, Фейтті құшақтайды. Олар бір-бірінен кешірім сұрайды. Қызметшілер әпкелерді жуып, таза киім береді. Урсула Грейске сенді ренжіткім келмеді, бірақ ереже солай дейді. Ол інім ақылынан адасып кетті, сен көмектессең жақсы болар еді деп айтады. Сол кезде Титус бәрін естіп, Урсуланы мойнынан ұстап, отбасыңды өлтіруге тыйым жоқ дейді де, мойнын бұрады. Грейс жертөлеге түсіріледі. Сектанттар жиналып тұр. Адвокат жердегі люкті ашады. Ешкі әкеліп құрбандыққа шалады. Титус пен Грейс қан тамызып кітапқа қол қояды. Олар ресми түрде үйленеді. Титус Грейсті сүйеді. Адвокат жоғары орын Титуска өтті деп жариялайды. Титус шебер сақинаны киеді. Барлығы қуанады. Грейс қаламды алып Титустың мойнына шаншады. Содан кейін бірнеше рет кеудесіне шаншып, сақинаны алады. Отбасыңды өлтіруге тыйым жоқ дейді. Фейт Титусты люкке теуіп жібереді. Ол мүйізге шаншылады. Грейс сақинаны киіп, барлығын тізерлетеді. Ол жаңа күшімен өзін үйімнен шығарады. Адвокат таңға дейін сақина кімде болса, сол басшы дейді. Таңға 3 минут қалды. Грейс сақинаны мәйттер толы шұңқырға лақтырады. Филипп бірінші секіреді. Қалған сектанттар мен қызметшілер де соңынан секіреді. Барлығы сақина үшін бір-бірін өлтіреді. Грейс пышақты лақтырып, жағдайды ушықтырады. Таң ата шұңқырдағылардың бәрі жарылып, қан шашырады. Бір адам жеңдім деп айғайлайды. Ол Майду баспалдақта жасырынып тұрған. Ол әпкелерге жақындайды да, өзі де жарылып өледі. Грейс пен Фейт құрбандық ешкіні алып, жаңа өмір бастауға кетеді. Мақұлдап, жазылуды ұмытпаңыз және хабарландыруларды қосыңыз, сонда осындай бейнелерді көбірек көресіз. Көргеніңіз үшін рахмет.